Өмір бойы мектебімді жүретем. Бір өзіңде бақыт білім берекем. Шәкірттерің өрістесін, өрлесін. Құтты болсын білім күні мерекең. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Бүгінгі сағынышқа, шаттыққа толы білім күні мерекесі құтты болсын. Сондықтан да назарды солар жаққа бұрайық, балдырғандарлы базарлы, қарсалық қол ұрайық деп ортамызға алғаш рет шәкірттеріне әріп үйретіп, білімнің асқар шыңына жетелейтін ұлағатты ұстазымыз бен бүлдіршіндерімізді қарсы алайық. Алғашқы қоңырау соғылды, гүл алып келемін. Жаз бойы өзіңді сағындым, мектебім. Аяулы мектебім бағында көктедім, қуаныш күйіңмен шертемін. Нұралиев Елдос Бекболатұлы, Шу ауданының құрметті азаматы Бақытжан Мұхамеджанұлы Тұрғынбаев, Үркер мектебінің директоры Қозы-Көрпешева Жұмакүл Қаракуловна, ардагер ұстаздарымыз Ұлбике Тоқтарқызы, Ақмарал Қалдыбекқызы, Болатова Нұрзия. Жазғы демалыстарыңызда аяқталып, күш-жігер жинап, жақсы көңіл күймен Алтын мектептеріңізге оралып отырсыздар. Жаңа оқу жылында сіздерді үлкен мақсаттар, биік белестер күтіп тұр. Қол жеткізу үшін осы мақсаттарға білікті ұстаздар, дарынды, талантты оқушыларымыз бар. Олай дейтін себебіміз былтырғы оқу жылында мектебіміздің жетістіктер қоржынына аудан, облыс, республика, халықаралық деңгейдегі өткен конкурстарға қатынасып, қомақты үлес қосқан білікті ұстаздарымыз Шамша Төлегеновна, Мөлдір Қақпанбаевна, Гүлжан Сабденовна, Ақтолқын Төребековна, Бабалиева Мөлдір, Айсұлу Ермековна, Нағима Нағашбаевна, Жұмакүл Тоқтаубаевна, Ақмарал Еркіновна және сонымен бірге түрлі байқау мен конкурстарға қатынасқан дарынды талантты оқушыларымыз Усаев Осман, Балтабай Арайлы, Кенебай Әрсен, Калашников Артур және тағы да басқа оқушыларымыз бен ұстаздарымыздың қажырлы еңбектерінің арқасында Шу ауданы көлемінде 50 мектептің арасында өткен үздік білім беру ұйымына Төле би мектебі қатынасып, бас жүлдені иеленгенімізді мақтанмен айтқым келеді. Құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар, баршаңызды білім күнімен, жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке кез келген азамат үшін, жалпы халқымыз үшін ерекше мереке, әрқайсымыздың өзіміздің жүрегімізде орын алған ерекше мереке. Әсіресе бүгінгі мына мектеп табалдырығын алғаш аттап отқан бүлдіршіндер үшін бұл сәт мәңгі естерінде қалатындары, есте қалатындары сөзсіз. Алғашқы қоңырау күні құтты болсын. Үлкендер айтады, балаларымыз, бүлдіршіндеріміз тағыдай болып кіріп, таудай болып шықсын. Екінші, осындағы ұстаздар ұйымына әріптеріңізге айтатын, бірліктеріңіз тозбасын. Бір-бірлеріңізбен тату болыңыздар. Бұл ұжым өзі атамыздың атынан болғаннан кейін жақсы ұжым, жақсы мектеп. Мектепке келген ата-аналарға айтатыным, біздікі, сүйегі біздікі, еті ұстаздардікі. Жақсы білім алсын, жақсы оқысын, тәртіпті болсын. Құрметті қонақтар, мен де бүгін осы білім мекемесіне қонақ ретінде келіп отырмын. Мы функционируем на одной территории. Бүгін мұғалімдерге ерекше күн, білім күні.
Я как учитель с 45-летним стажем сегодня особенно поздравляю родителей. Ата-аналарға ерекше құрмет. Бүгін сіздің білгіштеріңіз, кішкентай балаларыңыз бірінші сыныпқа келіп тұр. Алтын белге төс белгісінің үміткерлері Жолдыбай Аяла, Несіпбек Жасмин, Бауыржан қызы Мейірім, Құрманғазы Арнұр. Өз заманда қазақ хандығының тұтастығы үшін күрескен қайраткер. Төле би өз халқының шешендік поэтикалық өнерінің дәстүрлерін жастайынан бойына сіңіріп өскен. Зерделі, сауатты адам болған. 15-20 жасынан билердің бас қосқан жиналысына қатысып, өзінің әділдігі мен шешендік өнер арқасында таныла бастаған Төле би Әлібекұлы мен Қазыбек би мен Әйтеке би туралы сахналық қойылымды қабыл алыңыздар. Билікке шықсаң, көзің ашылады. Жақсымен жолдас болсаң, зейінің ашылады. Атын жігіттің бұрағы, балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысының тұрағы. Аты жаманның арманы кетеді, баласы жаманның дәрмені кетеді. Алтын отан қымбат, құт берген атам қымбат. Пенденің қалағаны қазан, екі адам кірсе оның арты шан. Біз 300 кіріспей, кірсей. Егер кірсе қойсақ, бізге халық түгіл ондық та жоқ. Әйтеке озды деп таласады. Сонда халық ішінде болған Қойкелді батыр билік айтқан екен. Үш даладан шыққан үш ақыл бәріміз, бөлудің артында 300-ге бөлу жақпасын. Бәрі озды, біз оздық десеңдер шын емес пе? Осыны айтуға аузарыңыз игеріліп келмей тұрма. Бәрекелді. Төле би ер Қазыбек, Әйтеке асқар тау қазығұрттай білімдедім. Бірін күн бірін туған айдай болып, заманына сәйкес келген едім. 300-дің баса әр қашанда бірлікте болсын. Құшақ жая қай жерде де қарсылар. Бүгін менің айтар сөзім мұғалім ретінде 45 жыл білім саласындағы істеген мұғалім, ұстаз ретінде құттықтау сөзімді айтқым кеп тұр. Төле би мектебінің ұжымына, оқушыларына, ата-аналарына қошемет көрсетіп, мереке бүгін жиынға келіп құттықтау сөзімді айтқым кеп тұр. Кішкентай бүлдіршіндер адам болсын, аман болсын. Осы білім салада биыл мектепке келіп, үлкен жетістіктерге жетсін деп айтқым кеп тұр.